Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз келіншектер? Мен бүгін қазақтың ұлттық тағамының бірі көтен жасайтын боламын. Иә, дұрыс естіп тұрсыздар, көтен. Бұл тағамның аты көтен деп аталады. Яғни бұл ұмыт болған, қазіргі кезде көп жерлерде жасамайды, ұмыт болған тағамдардың бірі. Оған не саламыз? Яғни бұл қарта, тікшек. Қартаның төменгі жағы, яғни көтен жағы. Әрине бұл алдын алады, тазаланып жуылады бірнеше қайтара. Тап-таза болып әбден жуылғаннан кейін мына қазыны айландырамыз ғой. Қазы айландырғанда енді ол табан түсіп жатады. Сол кезде шегіне сыймайды. Сонда қазының шетінен былай кертіп отырамыз. Сол кезде осындай еттер қалып қояды. Сол қазының етін осы қартаның төменгі жағына, яғни осы тігішекке саламыз. Бұны салып, осындай үлкен шұжық жасаймыз. Міне, қазы, мынау қазының сыймай қалған, шекке сыймай қалғанын мен осылай жасап қоямын. Мінекей, майын да араластырамыз, өте дәмді болады. Мен бұны алдын ала чеснокпен, бұрышпен, тұзбен маринадтап қойдым. Сіздер де солай жасаңыздар. 1-2 сағат маринадта тұру керек. Одан кейін бұның бір ұшын мен байлап қойдым. Екінші ұшын байласаңыздар да болады. Тағы да бір тәсілін көрсету үшін, міне қараңыздар, бір жағын байлап қойған. Екінші тәсілі, яғни мынандай үшкір жаңағы қазір осылар сатылады. Атын ұмытып тұрмын. Осымен, міне, осылай тігіп қойсаңыздар да болады. Ал енді бұрындарда біздің ата-аналарымыз кәдімгі не бар ғой? Тобылғы. Тобылғыдан осындай үшкір пістіктер дей ме, осындай жасайтын. Сол тобылғымен өстіп түйреп қоятын сосын. Ол ет асқан кезде тобылғының да дәмі шығып, өте әдемі болып басылады. Бұны қазақтар қай уақытта жейтін болған? Жылқы жаңадан құлындағанда, мал төлдеген кезде, ірі малдар төлдеген кезде, жаңағы бақташылар шүйінші сұрайды ғой. Жылқыңыз туды, құлындады, немесе сиырыңыз бұзаулады деген кезде үлкен қазан асылып, қазы қарта, жал жая салып, және осы көтенді де бірге асатын болған. Жылқы құлындаған кезде, немесе сиыр бұзаулаған кезде осыны асып беретін болған. Және оған қосымша сиыр бұзаулағанда осындай жаңағы сиырдың да бір шегі болады, тұйық жағы болады. Соның ішіне уызды қатырып, уызды бірге асып, солай жаңағы бақташыны, көрші қолаңдарды солай құрметтеп, сол бір қуаныштармен бөлісетін болған. Астарыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.